Кім сөзінде мен жақсы көремін деп оған ермесе, демек ол өзінің сөзінде өтірікші болады. Содан Аллах субханаху ва таала аятта «Қул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллах». Егер сендер, оларға айт деп жатыр Мұхаммад алейхиссалату вассаламға, бұйырып айтып жатыр. Егер сендер Аллахты жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер. Сонда ғана Аллах сендерді не қылады деп жатыр? Жақсы көреді. Демек Аллах субханаху ва тааланың да болған, яғни Аллах субханаху ва таалаға болған және Мұхаммад алейхиссалату вассаламға болған махаббаттың белгісі кімге еру екен? Мұхаммад алейхиссалату вассаламға еру. Ол адамның сөзінің дәлелі болады. Әрбір істің өзінің құжаты болған сияқты, Мұхаммад алейхиссалату вассаламға еримін деген сөздің дәлелі ол кісіге түскен шариғатқа не? Амал қылу. Кімде-кім егер амал қылмайтын болса, бас тартатын болса, демек ол Мұхаммад алейхиссалату вассаламды жақсы көремін деген сөзінде өтірік айтып тұр. Тура бір адам ла илаха иллаллах деген сөзді айтады да, бірақ Аллахтан басқасына сәжде қылады, басқа біреуден қорқады, солай Аллахтан басқасына сояды. Ол ла илаха иллаллах деген сөзінде өтірік айтып тұр. Себебі ла илаха иллаллах деген сөзі Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қылу, ешқандай бір құлшылықты Аллахтан басқасына істемеу деген мағынада. Ол басқа біреуге ибадат қылып тұр. Ол сөзінде өтірікші. Тура сол сияқты Мұхаммаду Расулуллах дейді да, бірақ сөзі бір нәрсе, амалы басқа бір нәрсе болды.